Қайырлы күн достар, бүгін Milka трайфлын жасаймыз. Өте дәмді трайфл болады. Бұл үшін бізге қажетті заттар видеода көрсетіліп тұр. 2 жұмыртқаға қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Әппақ болып көпіру керек. Енді сүтті қосамыз да араластырамыз. Сұйық май қосып араластырамыз. Ұнымызға разрыхительді қосып, какаоны қосып, құрғақ массамызды қосып, барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Ең соңында қайнаған ыстық су қосамыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің трайфлға арналған қамырымыз дайын, осындай сұйықтау болып шығады. Енді қамырымызды өзіміз қалаған формаға құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскенін ағаш шпажкамен тексереміз. Енді кремімізді жасауға кірісейік. Салқын сливкімізді алып, миксердің ең аз жылдамдығымен араластырамыз. Қант ұнтағын қосып, әрі қарай қоюланғанша араластырамыз. Сливкіміз қоюланған кезде творожный сырды қосып араластырамыз. Кремнің қоюлығы осындай болып шықты. Піскен қамырымызды суыған соң үгітіп, бананды прослойка жасау үшін турап, кремімізді кондитерский мешокқа салып дайындап алдым. Ал енді трайфлымызды жинаймыз. Мен осындай кішкентай порционный стаканчиктарға жасаймын. Шамамен 20-22 стаканчик шығады. Сіздер өздеріңіз қалаған ыдыстарыңызға жинауға болады. Әр стаканчикқа бір ас қасық қамырымыздан саламыз. Енді әр стаканға 2-3 банан бөліктерін салып шығамыз. Бананның үстінен кремдерімізді құямыз. Кремнің үстіне шамамен 2 ас қасықтан қамырымызды саламыз. Енді кремімізді құйып, әр қайсысын видеодағыдай тегістеп шығамыз. Стаканчиктерімізді холодильникке қоя тұрып, глазурь жасауға кірісеміз. Глазурь жасау үшін сливкиді, егер сливкий болмаған жағдайда қоюлығы жоғары сүтті ысытамыз. Яғни қайнап кетпесін, тек қана ысытамыз. Оған шоколадымызды салып, әбден ерігенше жақсылап араластырамыз. Глазурымызды әр трайфлдың бетіне құйып шығамыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша жеміс-жидекпен әрлеулеріңізге болады. Міне біздің трайфлдарымыз дайын, жасап көруге кеңес беремін.